Келесі 4-те 36-шы есеп. Төмендегі теңдеулермен берілген түзулердің қиылысу нүктелерін анықтаңыздар деген. Яғни екі теңдеудің қиылысу нүктесін табу үшін бұл екеуін теңдеулер жүйесі арқылы шешеміз. Сол кезде пайда болған x пен y-тің мәні осы екі теңдеудің қиылысу нүктесі. Сонда 4x қосылған 3y азайтылған 6 тең 0-ге, екіншісі 2x қосылған y азайтылған 4 тең 0-ге. Енді осы теңдеулер жүйесін шешеміз. 4x қосылған 3y тең 6-ға, 2x қосылған y тең 4-ге. Y-ті өрнектейік, сонда y дегеніміз 4 азайтылған 2x. Енді y-тің орнына апарып қоямыз. 4x қосылған 3 көбейтілген, y-тің орнында бізде 4 азайтылған 2x тең 6-ға. 4x қосылған 12 минус 6x тең 6-ға тең. Енді нәтижесін алатын болсақ, минус 2x тең 6 азайтылған 12. Минус 2x тең минус 6-ға. X-іміз тең 3-ке. X-ті мән 3-ке тең, енді y-ті мән табу үшін x-ті орнына апарып қоямыз. Сонда y тең 4 азайтылған 2 көбейтілген 3. Y тең сонда 4 минус 6 болады. Сонда y-іміз тең минус 2-ке. Сонда x-іміз 3-ке тең, y-іміз минус 2-ке тең. Яғни график бойынша осы екеуінің қиылысқан нүктесі осы теңдеулердің қиылысы. Екіншісі x қосылған 2y тең минус 3 деп жаздым. 4x қосылған 5y тең минус 6. Яғни 6-ны теңдіктің оң жағына шығарып жібердім. Дәл солай 3-ті де оң жағына шығарып жазып жібердім. Шешімін алайық. X тең минус 3 минус 2y. Енді x-тің орнына апарып қоямыз. 4 көбейтілген минус 3 минус 2y қосылған 5y тең минус 6-ға. Минус 12 минус 8y қосылған 5y тең минус 6-ға. Нәтижесі минус 3y тең минус 6 плюс 12 минус 3y тең 6-ға. Сонда y-іміз тең минус 2-ге. Енді x табайық. Орнына апарып қоямыз. Сонда x тең минус 3 минус 2 көбейтілген минус 2. Сонда x тең минус 3 плюс 4 x-іміз тең болады екен 1-ге. Сонда x-іміз 1-ге тең, y-іміз минус 2-ге тең болады. Яғни осы екеуінің қиылысқан аралық екі теңдеуінің қиылысу нүктесі болып табылады екен. Келесі 4-шісі 4x қосылған 5y тең минус 8. 4x минус 2y тең 6. Теңдеулер жүйесі болып шешеміз. Азайтып жіберейік. Азайтып жіберген кезде 7y тең, азайту болса минус 14 болады. Y-іміз тең минус 2-ке. Енді x табайық. Осы жерде x 4x қосылған 5 көбейтілген минус 2 тең минус 8-ге. 4x минус 10 тең минус 8-ге. Бұна 4x тең минус 8 плюс 10 болады. Сонда x тең 1-ден жазатын болса 2. 2-ні 4-ке бөлетін болса 0,5-ке тең болады екен. Сонда x-іміз 0,5-те, y-іміз минус 2-де болған жағдайда 2 нүкте